сиырдың сүтінен шыққан қаймақтан майский май дайындаймыз. Қаймақ май болардың алдын өзі түрі көрініп, икемге келіп тұрады. Егер де сіздердің қаймақтарыңыз май болуға жарамай тұрса, онда ол сұйық немесе әлі дұрыс салқындамаған, бірнеше күн дұрыс ұсталмаған деген сөз. Сондықтан егер де май болуға жарамай жатса, онда біраз салқындатып, май болғанын күтіңіздер міндетті түрде. Енді менің сары майым дайын болды. Осындай арта суы міндетті түрде төгіп тастап, оның үстіне салқын мұздай сумен шайып жуып аламыз міндетті түрде. Одан соң үстіне дәміне қарай тұз саламыз. Тым қатты ащы қылып жібермеңіздер. Одан соң енді осы майларымызды суын ағызып жіберіп, салафанға немесе баклажкілерге саламыз. Одан соң тоңазытқышқа, яғни мұздатқышқа салып қоямыз. Осымен біздің майымыз дайын болды. Асымыз дәмді болсын. Жасап көріңіз.